неге болғанда мен полный отдачаны программаға беріп, осы программада әйелімді нені қарап, менге жұмысқа миым ауып кетеді. Мен бір нәрсе істесем бар ғой, мен мынандаймын. Беріп кетемін, мидың бәрі соға кетіп қалады, а мына второстепенно алып жүре алмаймын. Бір жақта жүремін ғой. А қазір үйленгеннен кейін менде вариант көп негізі. Госслужба болсын, үйде болсын, жұмыс ол маған вообще. А енді қандай қаражатқа сіз той жасамақшысыз? Енді я не знаю. Короче, былай ғой. Только айлық жұмыс істеп жүргендер той жасамайды. Мен басқа Анар ханым сіз сол қызық та жұмыс жағынан келсек, жұмыс жағынан мен 6 жыл жұмыс істедім. 9-дан 6-ға дейін. Бір емес 3 жұмыс істедім. И то образованияда, білесіз, оңай емес. Көтерілген, проекттерге көтерілген. Но қазір данный момент оның бәрі артында стаж тұрмай ма, трудовойда тұрма, тұр. Работа для меня не проблема, можно. Но в данный момент ештеңе істемеймін, тек қана ойым бар. Үйленем, одан кейін істемейтін нәрсе болмайды. Еркек үйде отырып қалса онша емес. Қатын отырамыз, біз қатын отырамыз, азында келеміз, 4-те кетеміз. Білмей жүрмін ғой енді үй жұмыс істеп. Сіз понимаете, сіз бүйтесіз, сіз екі ойлы болып жүрсіз, сіз мына бетте салонды ойлап жүрсіз. Қанша клиент келеді, не болады. Мына бетте қосылайды ойлап жүрсіз. Одан кейін екеуі бір-біріне қиын болып келеді. Негізі бар ғой, екі ойда жүрген. Сіз мысалға қазір жұмыстың несіне болады, сіз Астанаға барып келдіңіз, дұрыс па? Жұмыстың несіне болады. А сол Астанаға барарда сізге бір керемет үміткер сол кезде келетін болғанша қақтап бересіз мысалы. Жоқ, енді жұмыс деген тұрмау керек қой, бала-шаға деген бар ғой. Қарау керек. Менде үйде қояндар жоқ қой сіздердікіндей. Понимаете? Мен ойлап жүрмін, мен бәрін үлгеріп жатырмын, ешқандай қиындық жоқ. Мен өз өмірімде де, жарымды да іздеп ойлап жүрмін, жұмысымды да үлгеріп жатырмын. Үшін Астанаға барып келдім дейсіз, иә? Қаңғыруға наоборот уақыт жоқ. Да? Қоян, көп айтыла берді, ол негізі ғой. Ол негізі олай ғой. Бәрін сатып жібердім, айтылмазын жолды. Біреу ғана, жоқ, вообще жоқ көріп. Сол айтылмазын қоян қойды. Анар ханымға сұрақ қойса бола ма? Енді Анар ханым сіз өзіңіз жағдайын жасап жатсыз, өзіңіз барлық бала-шаға қарап жатырсыз. Егер де сіздің ерте болашақ жарыңыз үйленгеннен кейін бір айдан кейін кризис болып қалып, жұмыссыз болып қалса, бір ай үйде жататын болсаңыз, асырап қаласыз ба, или қуып шығасыз ба? Жоқ, бір ай болса асыраймын, қиын емес, сбережение да бар, но если бір жыл үйде отырып қалса, жоқ, уже енді айтамын. И өзім көтере бастаймын, өзім айтай бастаймын енді. Бұлай түсіне жігіттер енді әртүрлі болады ғой. Өзім енді кішкене айтамын. Өтіп үйде отыра беруге болмайды. Жігіттер кішкене еркіндік берсең, еркіндік беріп қойсаң, енді бәрі жақсы ғой, бәрі бар ғой деп отыра беретіндер де бар. Бәрін айтпайды, бәрі бірдей емес. Сізге сұрақ, сізге жақсы табатын жігіт ұнайды ма негізі? Қаражатты, финансы күшті табатын жігіттер ол жағын қатты ондай ойламаймын. Сізге болай ма? Ойымыз бірдей болу керек. Қатты табатын адамдар жаңағы жұмыс істейтін бизнесмен ойлары кішкене басқаша. Сол кезде 9-дан 6-ға дейін бар жұмысты үйде жатып, әшейін бір телефонға кіріп, миллиондап тауып отырған адамдар ше. Сондай жігіт болса үйде жатса мақұл. Жұмысқа барып үйде жатып, но дей еш у него. Главное тауып жатса енді жаңағы уже. Сұрақ қойса, сіздер сұрақ қойсыз, өздеріңізге внимание аударып аласыздар, көркемге сұрақ қойсам болады, сіз жалпы Нұрсұлтанның айтып отырғанына келісесіз бе, болашақ өзі? Ең алдымен кеше мен естественно сұрадым, қандай ближайшие и дальнейшие планы, цели бар деп. Өйткені мен үшін маңызды ер кісінің бесцельно өмір сүруін мен өзім қолдамаймын. Өйткені ер кісінің өзі бір бағытта жүруі, бір бағытта жолы, немесе бір проекттер, бір ойдағы жатқан цели болады ғой әр адамда. Сұрадым мен Нұрсұлтаннан, ответ вполне меня устроил. Өйткені қазір я проектте отыр. Бұлай официальный ішінде жұмыс жасамаса да, өзінің бір пассивный доходтары бар. Сондықтан ол жағынан мен ойлаймын, әбден приемлемо.
негізі енді кейде ер жігіттер өздерін қайдан ақша табады, жария етпейді ғой көбіне. Үндемей, әйтеуір өзінің бір нәпақасын тауып жүреді, бірақ оны жар салып мен мына жерде жұмыс істеймін, мына жерде мынанша табыс табамын деп мақтанбайды еш уақытта. Менің ойымша. Диана ханым, мен сұрақ қояйыншы. Көркем, қош келдіңіз. Сіздің ұлыңыз қазір өзіңізбен тұрады ғой? Иә. Егер сіздерде бәрі жақсы болып кетсе, Құдай қаласа, сіз Шымкентке барған кезде ұлыңызды сразу апарасыз ба, или кейін апарасыз ба? Ең алдымен бірінші өзім көремін. Бірақ ұлымды мен алыс уақытқа ешқашан тастап, я болмаса бір жерге кетіп қалмаған емеспін. Үнемі қасымда, үнемі жанымда. Ең алдымен білісіп, танысып, атмосфераны көріп, сосын мен безопасный атмосфера болғаннан кейін баламды сол жерге әкеле аламын. Соған қанша уақыт керек болады? Сіз балаңызды алып келуге? Мен негізі сразу атмосфераны чувствовать етсем, мен ойлаймын, бір көп уақыт керек деп, бір ай максимум. Нұрсұлтан саған сұрақ еді. Сен ұлмен, баласымен әйел алсаң қалай тіл табысып кетесің бе? Негізі талап білесіздер, тұрмысқа болған. Енді вроде қарасақ, келіп жатыр, неге сөйлесіп көрмеске да, егер шыны керек ашықтық болып, оянып атып, үйленетін дәрежеге жетсе, мен баласын бір күнде басқа жерде қалдырмай, баласымен бірге алып келемін. Тамаша. Ал бізде жарнама. Студия төрінде ерекше қонақтар. X-Factor Қазақстан байқауының жұлдыздары. Самая любимая. Өнерлі жігіттер Кентал мен Анатолий Цой. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Менің атым Анар, мен жасым 34-те, Алматы қаласында тұрып жатырмын, Қызылорда облысында туылғанмын. Бұрында тұрмыста болдым, 2 балам бар, ұлым қызым. Мен жеке кәсіпкермін, талоным бар, менің мінезім жұмсақ, қызғаншақпын, бірақ тіке сөйлеймін. Маған өз-өзіне сенімді жігіт керек, аяғынан мық тұрған, мен балаларыма әке бола алатын нағыз жігіт керек. Жасы 30-дан 37 аралығында. Мен жаман қылықтарым жоқ, я идеальна. Сіз мен сияқты идеальны болсаңыз, мен сізді күтемін. Жаке кофесі жігерлік, бойыңды күш бермейді. Сарқылмас қуат көзі, өзің ішінде, басқалар ішінде. Жаке кофесі іске қуат береді. Тамағыңыз ауырып тұр ма? Ауру себебі үнемі белгілі бола бермейді. Аурумен қатар ісінуі және қабынуы мүмкін. Стрессиус интенсивті қолданып көріңіз. Оның құрамында флуорбипрофен бар. Ол қабынуға қарсы, ісінуге қарсы әсер етіп, ауруды басады. Жайландыратын әсері 2 минуттан кейін басталады. Стрессиус интенсив тамақтың қабынуы мен ауруына қарсы. Ұшуға дайынмын, кеттік. Егер балаңызда маңызды жоспарлар болса, күніңізді космотаспен бастаңыз. Табиғи бал, бүтін астық дақылдары және дәрумендер қосылған жүгері жабдықтары. Космотас. Жұлдыздарға таңға сарқыла. Нас ждет особенный Новый год. Мы будем ходить в гости через окна, будем делиться друг с другом, радоваться случайным знакомствам и поддерживать связь со старыми друзьями. Поймем, что лучший подарок – это мы сами. Будем ценить то, что действительно важно. И несмотря ни на какие расстояния и сложности, мы будем рядом в этот особенный момент. Жүз мыңдаған отбасының таза су қайнары болған Аура Сибелон тұрған кезде басқасын іздеу қаншалықты орынды. Отбасыңыздың денсаулығы үшін сенімді су құрылғысы Аура Сибелон. Жөтел күнделікті өмірде кедергі келтірмес үшін амбро ішіп көріңіз. Амброксол әсер ететін заты. Қақырықты сұйылтуға және оны өкпеден шығаруға ықпал етеді.
Амбро, жеңіл өкпе. Қайнеге көрейік, ваннаның дәмін татпай шыдай аласың ба? Қоя бер! 3 секунд. Бұл өте ұзақ. Жоқ, тағы біреуі кетті. Фантадан басқа салатын адам бар деп кім айтты? Фантамен шаттық көп. Мукалтин сквозь эпохи. Растительное средство от кашля тогда и сейчас. Кереметтей алма дәмі татқын. Жаңа Фанта Апорта. Ребят, может, попьем чай часа в 4? 100 фифи. Ну, так долго. Разве? Вовремя. Тофифи, мягкая карамель, цельный орех, кремовая нуга и восхитительный шоколад. О, слушайте! Столько радости в Тофифи. Жексенбі, 18-35. Олар әзірге қалыңдық емес, өйткені таңдау жасалған жоқ. Сондықтан олар қобалжып, өздерін ыңғайсыз сезінуде. Айбра, мені қалған жоқ. Мына қиын қазбал отыр. Вы мужик? Мен де бақытты болуға лайықтымын. Бұл саған Жобаның кезекті жалғыз басты әкесі. Жаңа мама, біз сізді күтеміз. Еуразия бірінші арнасында тұсау кесер. Әкемізге қалыңдық. Еуразия бірінші арнасы сандық форматқа көшеді. Телеарнаңыз бір сәтте көрсетпей қалудан қорқасыз ба? Техникалық баптауды дұрыс өңдесеңіз, бұл жағдай орын алмайды. Егер сіздің теледидарыңыз жайлы болса, жай ғана баптауға кіріп, автоіздеуді басыңыз. Ал 2013 жылдан кейінгі теледидар болса, арнайы приставканы орнатып, соның көмегімен арнаңызды іздеп табасыз. Еуразия бірінші арнасын енді еш кедергісіз және жоғарғы сапада көре аласыз. Сұрақтарыңыз қалды ма? Ғасиль радио байланыс орталығына хабарласыңыз. Немесе сайтқа сауал жолдаңыз. Бізбен бірге болыңыз. Бірде көл, бірде шөл. Қорқытым дядя. Я просто не хотела. Таң қалдырудан талмайтын Ерасыл мен Дарина. Тағы не болды дейсіз бе? Мен шыны керек, өзімде санын есті қалдым. Ай, неден бастасақ екен? Ол 10 басында. Қарағыз ашуланатын болды ау. Біз біліп алдық мына не болатынын ше. Мен көңілім суып жатыр. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Қосылайық ханзадасы. Жігіттер осал емес. Жарыс жалғасуда. Соңғы кезеңде серілерімізді не күтіп тұр? Жеңіске бір табан жақын тұрған кім? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Қосылайық жобасы бізде жалғасуда. Қосылайық ханзадасы да жалғасуда. Бүгін бізде 4-ші кезең. Дауыс беріңіздер Инстаграм желісінде өзіңіздің сүйікті фаворитіңізге пікіріңізді, дауысыңызды қалдырыңыз. Ал кезекті белгі бізде Әселек ханымда. Әселек ханымның қолында алтын дән.
келесі бетің қандай болады екен, иә, үлкен жұмбақ. Ал ортада Нұрсұлтан, айтсам бола ма? нені айтасыз? Сәлді мен анахам соны мүлдем көңілім толмай отыр да. Кімнен бір айтам, ол сөйлей айтпай қойып просто да, ендігім айтуғанда қойылмасын да. Кімнен ол кісіден не істемедім да, қазір ойсақ қойды кейбір адамдарға. Типа Нұрсұлтан, айфон сөйлеулерді бай қыздарға қыздар. Онда егінді қайталамыз. Анахан, ондай ой сізде қайда пайда болып кетсем болады? Анаға түсінген сияқтымын. Ол айтқысы келді, именно ақшаға қарайтын емес, андай қыздар болады ғой, өздері бизнес жүргізіп жатады, өздерінің бір істері бар, сондай мен занятойлар, как самодостаточный бір личностьтер болады ғой, сондай қыздар ұнама, или саған не рыба не мясо, үйде отыратын қыздар керек па деймін. Солай айтылса басқаша болады. Сондай айтқысы келді, мен оны түсіндім, ана. Иә, солай да болды ғой, бір жағынан. Жоқ, Нұрсұлтан, сен ана жерде просто Бір адам сөйлеп жатыр, иә, мен до конца айтып бітірейін. Мен Нұрсұлтанды білмеймін да, жұмыс жасамайды, вроде бы бос жүреді, эфирде постоянно отырады, прямой эфирде, телефонда. И постоянно комментарийлерге қатты отвечать етеді. Сонда не істейді деп ойлаймын да ол кісі. Сосын көрген қыз өзі әдемі жұмыс жасағасын, сонда қызға көз салып жүрген, гангағанда көз салып жүрген ол сондай ой келіп қалды өзіне. Көркем салондармен жұмыс жасайды, сосын көп компанияларда істейді. Алдында үш вариант, такой занятой қызды деп түсіндім да мен сізді. Емес, Нұрсұлтан сізге просто тиіп тұрғасын ғой. Мен көргенге сұрақ қойшы. Тиіп тұрғанда қайша тиеді онда еңді? Анахан сұрағына кішкене жауап берсем бола ма? Негізі мен ондай прям өзімді позиционировать қазіргі таңда әлі мен толыққанды өзімді бір бизнесвумен деп позиционировать етпеймін, өйткені мен кәдімгі қарапайым среднестатистический отбасынан шыққан алдын офисный сотрудник болдым, ірі производственный компанияларда жұмыс жасаймын и жақында осы онлайн дүкенімді аштым. Вот дүкеніңіз бар дейін ғой енді. Нұрсұлтан енді қатты кетіп жатсаң кешіріңіз, просто сұрағым болды. Жоқ, анахан, мен оны мысалға, мен лично айта аламын, онда доход бар, өйткені мен білемін да, сіз білмей жатырсыз. Айфон істеп уже үгіт салып қойдыңыз да, бірақ анахан, мен бір айтар пікірім бар. Нұрсұлтан всегда бір сұрақтар қояды, розовые очки дегенше. Сол Нұрсұлтан сенде бір серый очкиін дәу тұрмай деймін да сіз. Өйткені сен бәрінен де однотипті относилесің да, мысалға. Қыздар келсе, олар бір нәрсе іздеп жүресің да, ана не істеп. Сен уже қыз деген қауымға сенбейтін сияқтысың да, менің ойымша. Өйткені всегда бір нәрсе іздеп жүресің, және де мысалға басқа типті қыз келеді, уже адамдар сен айфон істеп ойлап бастады, басқа сен өзің қалауың келген деп сен отвергать етесің. Сенің қандай типажың вообще? Типажым талапқа сай. Енді былай ғой, сен талабыңа сай, бірде бір қыздар енді не деп мен жұлдызын рөлін мен ақ көттім, мен өкітті сен талабыңа сай деп. Былай ғой, темірла, бір мәрте үйленген, білесің. Үйлендім, тұрдым, обжегся, орысша айтқан кезде, кәдімде обжегся. Екінші мәрте, мен не үшін мен ол қыз туралы информация білмеу керекпін. Өйткені ол менің болашақ жарым ғой. Мен оның болашақ күйеуі боламын ғой, мен оны чуана дышала. Где он бәрін мен білу керекпін, ол маған маңызды. Бірақ Нұрсұлтан сен ойламайсың ба, адам өмірде қателік жасайды да, сол қателік кешіруге. Мен ойымша, Нұрсұлтан, сен бұрынғы әйеліңді қойып аласың да идеал, өйткені сен жас кезден алдың, прям пәк дедің ба, пәк алдың, вообще запросто ничего не имел ана. Сен сол әйелің сияқты қыз ешін, бірақ түсін, ондай жоқ қазір. Сен, бар, 16 жастағы қыздар келмейді онда қосылайыққа, сен 16 жас. Неге именно 16 жас? Жоқ, сен 18-20 саған келдім, талам, мына ғой, ештеңке прошлый емес, прошлый болсын. Прошлый любойда идеал болмайды, ешқашан бар. Но бірақ грань деген болады адамда бар ғой, тем более қыз баласында. Граньнен секіріп кетпеген болса болды, маған опять анда керек емес маған да. Ал саған комментарийда сол грань саған көрсетсін. Бүгін не болды да, Алияхан? Бүгін не болды да, Нұрсұлтанға жалу жұмыс істейсің, бар бір жерде ма деп. Несі бар, танысу Аллаға мүмкіндік берді ма, таңдап отыр ғой. Мен Нұрсұлтанды қолдаймын. Таңда таныс несі бар, олда тұрған не бар? Анахан, осы жерде қатысушылар бәрі Нұрсұлтанға өкпені тоқ қапты да, кәдімгідей сен. Нұрсұлтан ол өте пысық бала да, ол жұмыс істемейді дейсіздер 5 ай бойы, ол қалай өмір сүріп жатыр, ол табады ақша. Ол әшейін айтпайды сіздерге ше, ол өте пысық бала, және таба алмай жатыр ғой, талап.
шын ұнатса бұл жерде талап қарамайды ол. Главное, ұнататын адам кездесіп жатыр, сол себепті сіздер айта бермеңдер, ой сен мені іздейсің, сізді іздейсің. Ол іздеп жүр бұл. Ерасыл. Бағана бір Нұрсұлтан өзі кішкене Анар ханымға ренжіп отыр ғой. Нұрсұлтан, сен өзің айтып отырсың ғой бұл жерде. Мен ешқандай жұмыс жасамай, уақытша ештеңе істемей, Қосылайықтан басқа, үйленуден басқа миымда ештеңе жоқ. Мен қазір Қосылайықтың үйге барып талтаңдап жатамын дедің өзіңе. Ол содан кейін саған сондай сұрақтар қояды. Ол сөзді естімедім Нұрсұлтанның аузынан. Енді соған келтіріп айтып отыр ғой. Просто сен өзің сондай өзі халыққа сондай көрсетіп отырсың да. Мен просто ештеңе істемей, жұмыс істемей жатам болды. Енді сұрақ қойсам болады ма? Көркем, анасы бар екен. Мамаңыз не деп отыр? Маған сол қызық болып тұр. Көркем анаңыздың пікірі Нұрсұлтан жайлы. Я кеше эфирден шыққаннан кейін мамам сразу звондады, сұрап жатыр, қалайсың, не болды, қалай болды. Мен айттым, Нұрсұлтан шақырды, біз кездесуге бара жатырық. Сосын үйге келгеннен кейін де сұрады. Жалпы өзі Қосылайықты мен өзім қарамастан бұрын ана мен тәтем өзі верный не ғой, Жанкүйерлері. жанкүйер, Қосылайықтың жанкүйерлері. Мен осы карантин уақытынан бастап тек қарап бастадым. Өзім Нұрсұлтанды мамам ұнатады негізі. Айтып жатады, мысық бала, сондай өзінің андай бір внутренний стержень бар деп айтады. Сондықтан анамның отзывы положительно деп айтсам болады. Жақсы, Нұрсұлтан. Күшті. Таныстық болса ары қарай. Жоқ енді айтты ғой, мен ойланып сөйлеймін деді ғой ендігәрі. Сондықтан ойланып отырған түрін бұзбайық. Я ойланып алыңыз, асықпаймыз. Эфирде әлі 2 сағат уақытымыз бар. Жақсылап ойланыңыз, асықпаңыз да. Көргенге бір қараңыз, тағы ойланыңыз. Сұлтан бәйтке қатысушыларға бір қарап қойыңыз анда-санда. Ойын бұзыласың. Жалғасады ғой деп Құттықтаймыз. Не дейміз, сәттілік, ары қарай кездесулер болсын, бір-бірлеріңізді жақынырақ танып, керемет әңгімелермен оралыңыздар студиямызға. Көркем, рахмет, келгеніңізге сізді шығарып салайық.